Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бізде ұзақ уақыт бойы белгілі бір себептерге байланысты видео шықпай қойды. Сол үшін айып етпеңіздер. Енді бейнелер барынша тезірек шығаруға тырысамыз. Және сіздердің қолдауларыңыз бен ойларыңызды білу біз үшін аса маңызды. Сондықтан да пікір алаң, яғни комментарийге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз оларда міндетті түрде оқып, үздіктеріне жауап ретінде жүрекше басып қоямыз. Ал арнамызды бірінші болып көріп отырған болсаңыз, бәрі бар атты арнаға қош келдіңіз. Және міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сонда видеоны бірінші болып көретін боласыздар. Ендеше кеттік. Ұшатын тәрелкелер. Ұғыны дегеніміз ұшатын беймәлім нысан деген ұғымның қысқартылған түрі. Бұлардың қатарына метеорлар, шашыраңқы жер серіктері, ұшақ, жарық сәулелер, әуе шарлары және тағы басқа көз жетерлік қашықтықта қозғалып жүрген нысандар жатады. Сондай-ақ бөгде ғаламшарлықтардың ғарыш кемесінде ұшатын беймәлім нысанға жатқызамыз. Аңыздарға сенсек, ұшатын беймәлім нысанның жылдамдығы өте жоғары, бағытын шапшаң өзгерте алады. Пішіні дөңгелек болып келеді. Олар әскери және атомдық базаларды зерттеуді мақсат етеді. Электр сәулесі күшті аймақтарда айналып жүріп, сол жерден қуаттанады. Олар қонған жерлеріне із қалдырады. Мысалы, ұшатын тәрелкелер қонған жерлерде өрттің белгілері байқалған және сол аймақтың радиациясы күшті болады. Ұшатын тәрелкелер жүріп бара жатқан автокөліктерді тоқтата алады, жануарларды мертіктіреді және адамдардың іс-әрекеттеріне қызығушылық танытады. Бүгінде медициналық тексеруден өткізу үшін кейбір адамдарды ұбыны алып кетіпті деген қауесетті де жиі кездестіреміз. 20 ғасырдың ортасынан бастап ұшатын беймәлім нысандар мыңдаған кітаптардың, кинофильмдердің, әндердің, деректі фильмдердің және басқа да тылсым хикаялардың кейіпкерлеріне айналған. Ұшақ болсын, әуе шары болсын, кез келген нысан мақсаты мен тұрағы анықталмағанша ұшатын беймәлім нысан болып табылады. Адамдар қай уақыттан бері ұшатын беймәлім нысанды кездестіре бастады? Ұбыны өткен ғасырдың 50-ші және 70-ші жылдарында шулы тақырыпқа айналды. Ең алғаш рет ұшатын беймәлім нысан туралы Оңтүстік Америкадағы Чили мемлекетінде 1868 жылдың шілде айында тіркелді. Одан кейін 1947 жылы Кеннет Арнольд есімді америкалық бизнесмен ұшатын беймәлім нысанды көргенін айтып, әлемге жар салды. 1997 жылы Калифорнияда Хейла-Боппа кометасы көрініс берді. Сол жылы штатта көптеген адамдар өздеріне қол жұмсаған. Сондықтан жергілікті тұрғындар бұл жайсыз оқиғалар Хейла-Боппа кометасымен тікелей байланысты. Кометамен бірге келген бөгде ғаламшарлықтар олардың жандарын алып кетті деп те сенеді. Өзге ғаламшарларда тіршілік иелері бар жоғын зерттейтін арнайы бірлестіктер бар. Осы бірлестіктердің жалпы атауы SETI деп аталады. Әскери әуе күштері жүргізген зерттеулерге қарағанда, ұшатын беймәлім нысандар көбіне метеор немесе ұшақтар болып шығады екен. Доменико Гирландайоның Мадонна мен әулие Джованнино атты суретінде ер адам мен ит аспандағы түсініксіз бейнеге телміре қарап тұр. Өнер сыншылары бұл түсініксіз бейнені ұшатын беймәлім нысан деп түсіндіреді. Осымен бүгінгі бейнеміздің соңына келдік. Ал сіз ұшатын тәрелкелер туралы қандай ақпараттарды білесіз? Және бұл туралы ойыңыз қандай? Өз ойларыңызды пікір алаңға жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.